Қызылсай ауылының әкімі өткен жылды қорытындылап, халық алдында есеп берді. Ауыл басшысы тұрғындарды жыл бойы атқарылған жұмыстармен таныстырды. Кездесу барысында қала әкімі Әділбек Дауылбаев та өз есебін баяндады. Сондай-ақ жергілікті бюджеттің игерілуі, білім беру және денсаулық сақтау салалары бойынша да маңызды мәселелер айтылып, тұрғындар ұсынысы тыңдалды. 6800-дей тұрғыны бар Қызылсай ауылының дамуы қарқында. Биыл 60 жылдығын тойлайтын елді мекен жылды толағай табыспен аяқтады. Кәсіпкерлігі дамып, көшелері асфальтталып, білім мен спорт саласында да жетістік жетерлік. 101 қоғамдық, 126 адам тұрақты жұмыспен қамтылып, мал бас саны да жылдағы қарағанда көбейген. Қызылсай ауылында қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, бұзақылық пен қылмыстың алдын алу мәселелері басты назарда. Ауылда 2 учаскелік полиция қызметкері жұмыс жасайды. 2018 жылдың қорытындысы бойынша жалпы қылмыс саны 9, ашылғаны 7. Оның ішінде ұрлық 8, ашылғаны 6, ашылмағаны 2. Тонау дерегі 1, ашылып қысқартылған. Бұзақылық, заңсыз қару алып жүру, зорлау, алаяқтық, өзінше билік ету, кісі өлтіру, денеге орта дәрежелі зиян келтіру, бөтеннің мүлкін қасақана бүлдіру, есірткі өнімдерін заңсыз сақтау деректері орын алған жоқ. Сонымен қатар қуантатын жағдай кәмелетке толмағандар арасында қылмыстар дерегі тіркелмеген. Жиынның маңызды да жауапты тұсы халық пен билік арасындағы сұрақ жауап олар. Дәрігерлік амбулатура, қоғамдық көлік, су мәселесі, тазалық және көгалдандыру жұмыстары. Тұрғындар шағымына құлақ түрген Әділбек Дауылбаев сөз болған мәселелердің тез арада шешімін табуға уәде берді. Көңілім қосып деген бір азғантай ағаш есіп, әдемі қылып өсіріп еді. Көңілім қосып кеткеннен кейін бұны ешкімде қарамайды. Әкімге бірнеше рет кірдім, айттым, жарығым, мына баяғы көңілім қосып адам қоятын еді. Адамын қайда десем, тендер ойнасын дейді. Тендерін қашан ойнайды десем, үйінің аяғында ойнайды дейді. Үйінің аяғына дейін азғантай көктеген ағашымыздың бәрі мал жеп болды. Оған енді байланысты ауылдың әкімі жауаптарындарға бағасы беріледі. Егер де нетпейді, бар зат құрылмау керек. Ол апа дұрыс. Әрқайсымыз сосын тұрғындар белсенділік танытып, бұл енді өзіміздің ауылымыз ғой енді. Сондықтан оған енді бір көңіл бөліп, қалай қыламыз, оны бірге нетейік. Оған да сіздер де көмектесіп отыруларың керек. Жиында белсенділік танытқан ауыл тұрғындары қоғамдық көлік мәселесіне кеңінен тоқталды. Тұрғындардың айтуынша маршрут жүргізушілері жұмыстарына тіптен салғырт қарайды екен. Бағытталған аялдамаларға тоқтамайтын қоғамдық көліктің жырын қала басшысы назардан тыс қалдырмайтынын жеткізді. Тоғыздық кәсел. Жоғарда адам үйжін ауылға жоқ болса, келмей кетеді екен. Ал үкс остановкада адам күтіп тұр қыстың келмеген. Газелдік шоферіне, мыналарда да емес. Газелдік адам жоқ па, жоғары айналады да кетіп қалды әулиенің астынан. Нарықтана белгіленген уақытпен айналып тұру керек, енді оны бақылауға қоямыз. Жиында атылған мәселелеріне бөлек бірнеше сұрақтар мен жауаптар да болды. Ең бастысы ауыл жұртының проблемасы тыңдалып, бірнеше мәселенің шешілетіндігі сөз болды. Қала әкімі Әділбек Дауылбаев қызылсайлықтар алдында Жаңаөзен қаласында жыл бойы жасалған жұмыстарға да кеңінен тоқталды. Жаңаөзендіктердің 40 жобасы қорғалып, 871 миллион құны тұратын жобаны 2018 жылы қорғап шықты. Бұл жерде деген қазір баяндамамда тоқталып өтермін, 500-дей адамға тұрақты жұмыс көзі ашылады. Жалпы міне облыс бойынша да алғанда үлкен осындай бір тарихтың еншісінде қалатын 2018 жылда да үлкен мәселелер болып, үлкен жетістіктерге жеткізілді. Былтырғы жылды табысты аяқтаған әкімдердің есебіне ауылдықтар жақсы деген баға берді. Еркін Қарасайұлы, Қаршығабай Төре, жаңалықтар.